Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы халықаралық байланыстардың дамуындағы Ұлы Жібек жолының рөлі. Бүгінгі оқу мақсатымыз Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнын анықтаймыз. Оқушылар, Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты жалғастырушы жол деп атаймыз. Ұлы Жібек жолы 7 ғасырда жібек бүкіл Европа елдеріне әйгілі бола бастады. Жібек жолы, Ұлы Жібек жолы Қытайдың Хуанхэ аңғарынан басталып, бүкіл Европа елдеріне дейін жетті. Шығысында Ирак, Иран, Сирия, Ферғана, Самарқанд елдерінде болса, батысында Қазақстанда Испиджаб қаласы, Түркістан арқылы Қазақстанның Қара теңіз және Европа елдеріне дейін жеткен. Халықаралық саяси жағдайларға байланысты бағыттары үнемі өзгеріп отыратын болған. Қытай деректерінде біздің заманымыздан бұрын 1 ғасырдың ортасында Қытай елінен батысқа қарай жібек артқан керуендер жолға шыққан. Қытайға немесе шығыс елдеріне қарай жерорта теңізінің жағасындағы елдер, таяу шығыс, орта шығыстан және Орта Азия елдерінен түрлі тауарлар ағыла бастаған. Орта Азияның асыл тұқымды жылқылары шығыс елдерінде пілдер, мүйізтұмсықтар, барыс және арыстан, аң аулауға, саятшылыққа қажетті құралдар мен құстар, сирек кездесетін жан-жануарлар сатыла бастады. Ұлы Жібек жолының халықаралық саудаға шығатыны, өндіру тәсілдері Қытай өкіметін өте құпия сақтаған. Ұлы Жібек жолы Жапонияның сілемелері мен ертедегі Нарқа қаласының жібек сататын орындары болған. Оған дәлел ғибадатханалардағы осы уақытқа дейін соғды тілінде жазылған қолжазбалар сақтаулы тұр. Ұлы Жібек жолы халықаралық қарым-қатынастары жандана бастаған кез ол 2 ғасырдың ортасында еді. Ұлы Жібек жолына шыққан керуен 13 жылдан кейін саяхат жасап оралатын болған. Яғни Ұлы Жібек жолы Отырар қаласында, Сырдария арқылы, Сүнкент қаласы арқылы Шашқа дейінгі Жанкент қаласына дейін жеткен. Қызылқұм арқылы Хорезм мен Үргенішті, одан әрі Еділ бойы Кавказды байланыстырған. Ұлы Жібек жолының бұл тармағы Алтын Орда кезінде негізгі сауда жолдарының біріне айналды. Жетісуда Тараз қаласы арқылы Испиджабқа келгеннен кейін 2 тармаққа бөлінетін болған. Ол оңтүстік бағыт және солтүстік бағыт болып бөлінетін болған. Оңтүстік бағыты ол Испиджаб, Шаш қалалары, Бұқара, Самарқанд қалалары болса, оңтүстік жағы Шымкент, Отырар, Түркістан, Сауран, Сығанақ, Баршынкент қалалары болып 2-ге бөлінетін болған. Оңтүстік батыстан Хорезмнен бағытталса, Жанкент қаласы арқылы Арал теңізінің солтүстік жағына қарай батысқа қарай Көз алдыңда күн астында күйіп тұрған алып шөл далалар, аяғы көрінбейтін қымбат жүктері бар керуендер. Саудагерлер алдындағы мақсатына қырлардан, шөл даладан да өтуге дайын көпес серелестейді. Жол барысында болып, ескілерінің тас талқаны шықты. Керуендер өтетін шаң басқан жолдар арқылы қымбат маталар, асыл тастар, алтын мен күмістен жасалған заттар, экзотикалық жануарлар тасымалданды. Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты байланыстырып, қалалардың, тіпті жаңа мемлекеттердің пайда болуына өзіндік септігін тигізген. Талай тарихи орындардың әлемге танылуына әсер болған теңдесі жоқ сауда маршруты. Бұл сауда жол ғана емес, екі алпауыт цивилизация арасындағы мәдени-экономикалық көпір деп айтуға толық негіз бар. Жібек жолының тарихы біздің заманымызға дейін 138 жылдан бастау алады. Сол жылы Қытай императоры батыс жаққа сауда жасайтын серіктестерді іздеу үшін арнайы дипломатиялық керуенді жіберген болатын. 13 жылдан кейін керуен қайта оралды. Оған қатысқандар Қытайдан орталық Азияға тікелей жүріп өткен болатын. Дәл осы жолмен батысқа қарай барлық керуендер жүретін болған. Уақыт өте келе орталық Азия мен Қытай арасындағы сауда-саттық нығайды. Қытайдан шыққан керуендер солтүстік Тянь-Шань тауларына бағыт алып, орталық Азияны кесіп өтіп, ары қарай Батыс Амудария, Хорасан арқылы Месопотамия мен жерорта теңізіне жететін.
Ұлы жібек жолының қашықтығы 12 мың шақырым. Сондықтан саудагерлер толық мұндай қашықтықты жүріп өтпеген. Көп жағдайда олар ауысумен жүріп, жолдың ортасында өз тауарларын ауыстырып алуға тырысты. Жібек жолы арқылы көп жағдайда жүзім мен мақта, жылқылар мен азықтық дақылдар жеткізілді. Тауда қолөнер шеберлері жаңа өнер түрлерін игеріп алды. Темірден жасалған бұйымдарды жасау ісі шығыстан, ал шыны жасау ісін батыстан үйреніп алды. Қатып қалған бір бағыттан туды деуге болмайды. 100 жылдар бойы оның жолдары ауысып, керуен бағыттары құбылып тұрды. Тиімділігі жоғары бағыттар өркендесе, пайдасы төмен бағыттар құлдырады. 6-7 ғасырларда ең жиі пайдаланылған Қытайдан Жетісу мен оңтүстік Қазақстан арқылы өткен бағыт болатын. Бұл бағыт арқылы бірінші кезекте алтынмен қатар әлемдік валюта түріне айналған жібек матасы тасымалданды. Бұл қымбат матаны патшалар мен елшілерге сыйлық ретінде ұсынылып, жалданбалы әскерге жалақы төленіп, мемлекеттік қарыздар осы жібек матасымен қайтарылды. Өз кезегінде Рим мен Византиядан, Үндістан, Иран мен Араб халифатынан кейінгі жылдарда Европа мен Русьтен осы елдерде өндірілген тауарлар да тасымалдана бастады. Жібек жолы бойында тұрған Түркістан, Суяб, Баласағұн және тағы басқа қалалар өркендеп, сауда орталығы ғана емес, сонымен қатар мәдени және ғылым ошақтарына айналды. Орталық Азия, оңтүстік Қазақстан мен Жетісу арқылы өткен жібек жолы 14 ғасырға дейін пайдаланылды. Оның жойылуына тайпалар арасындағы соғыстар мен қытайлықтардың теңіз жолдарын игеруі себеп болды. Ғасырлар өте келе, Ұлы жібек жолының тарихи орны мен маңыздылығы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық дәлізінің құрылысымен жалғасты. Бүгінгі бірінші тапсырмада біз эссе жазатын боламыз. Ұлы жібек жолының бағыттарын, мәдениетінің таралуы мен халықтардың жақындасу жағдайын жасалды. Дескрипторы: Ұлы жібек жолының тек сауда жолы ғана емес, мәдениеттің өркендеу жолы, бірнеше мысал келтіресіздер. Екінші, өз дәуірінің халықаралық сауда жолы бола алды ма? 2 дәлел келтіресіздер. Және де өзіңе ұнаған бір қаланың гүлденуінің жан-жақты сипаттайсыз. Оқушылар бірінші тапсырманы орындап болғаннан кейін екінші тапсырма контур картамен жұмыс жасаймыз. Ұлы жібек жолы бойындағы Қазақстан орта ғасырлық қалаларын белгілейміз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.